Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен бауырды жұмсақ етіп, картошкамен сулы етіп пісіретін боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және өте тойымды тағамдардың бірі. Бізге осындай сиырдың бауыры қажет болады. Сонан соң мен шимай пайдаландым. Қаласаңыздар сұйық май пайдалансаңыздар да болады. Сонан соң картоп және пияз қажет болады. Мен алдын ала шимайды орташа ұсақтықта турап алдым. Енді бауырымызды турайтын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, орташа етіп турап аламыз. Бауырымыздың барлығын осылай турап алдық. Енді пиязымызды да дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп кесіп аламыз. Енді картоптарымызды кесіп алатын боламыз. Картопты да дәл бауырды турағандай етіп тураймыз, ұзыншақ етіп. Өте жіңішке болып кетпесін, дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Бізге қажетті заттардың барлығын турап дайындап алдық. Енді қызып тұрған табамызға жаңағы туралған шимайымызды салып, арасында араластырып отырып, майы шыққанша қуырамыз. Достар, егер де менің видео рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, жүрекше белгісін басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды сұраймын. Және де қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менің салған видеомды бірінші болып көріп отыратын боласыз. Мінекей осылай өзінің майы шыға бастағанда кішкене сұйық май қосып жіберіп, жақсылап араластырып, бағана турап дайындап қойған бауырымызды салып, бауырымыз ағарғанша жақсылап қуырамыз 5-6 минуттай. Мінекей 5-6 минуттың көлемінде қуырылды. Дәміне қарай тұз және бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң бағана дайындап турап қойған пиязымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, тағы 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Пиязымыз жұмсара бастағанда картопымызды салып, жақсылап араластырып, картоп піскенше отта ұстаймыз. Менде картоптың тез пісетін түрі болғандықтан картоптарды мен бауырымен бірге қуырдым. Егер сіздерде картоптың қатты түрі болатын болса, алдын ала майға қызартып, бірінші картопты қуырып алып, сонан соң бауыр піскенше қуырсаңыздар болады. Өйткені бауырды көп отта ұстауға болмайды, қатып кетеді. Сондықтан да ұзағымен жарты сағат қуырсаңыздар жеткілікті. 5-10 минуттай картопты қуырған соң кішкене су құйып, тағы да 5 минуттай қуырдым. Маған ұзағымен осы 30 минуттай уақыт кетті. Бауырымыз өте әдем болып піседі, қатып қалмайды. Көріп тұрғандарыңыздай картошкамыз езіліп пісті. Біздің тағамымыз осымен дайын. Көріп тұрғандарыңыздай сочный әдем болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте тойымды және өте дәмді болып шығады. Бұл тағамды дәл осылай балғын пиязбен жейтін болсаңыздар, дәмі одан да керемет болып шығады. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.